Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ауылбай Асеке. Бүгін мен сіздерге Тикенің жағдайын көрсеткім келіп отыр. Бүгіннің 12 октябрь. Сосын достар, дауысыма ешқандай да мән бермей ақ қойыңыздар. Тұмауратып ауырып қалдым сәл. Мына Тикені 23 сентябрь күні піштірдім. Бүгін сол Тикенің жағдайын айтқым келіп отыр. Жалпы бұл қазір енді Тике емес, серке. Тикенің жағдайы жақсы. Сосын достар айтпақшы, егерде сіздерге ауылдағы тұрмыс тіршілік, ауылдағы өмір жайлы видеолар қызық болатын болса, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Түсінгендеріңіздей, бұл Тикені мен 23 сентябрь күні піштірдім. Піштірген кезде қан шығармай піштіру әдісін қолдандым. Яғни жұмыртқаларын кесіп алып тастаған жоқпын. Бұл теке сосын 2 жасар теке. Яғни енегі үлкейіп кеткен теке. Жаңағы айтқандай, бұл текені піштіру үшін қан шығармай піштіру әдісін қолдандым. Сосын бұл текені піштіргенімді мен видеоға түсірдім. Егерде көрмеген болсаңыздар, менің YouTube каналымнан қарасаңыздар болады. Көріп шықсаңыздар болады. Бұл текені піштірген кезде, яғни 23 күні, где-то 4-5 сағат ауырсынып жүрді, жан дауыс шығып маңырады анда-санда. 3-4 сағат маңыраған жоқ, қатарынан тоқтамай. Бірақ анда-санда жан дауыс шығып маңырап жүрді. 23 күні мен сағат где-то 4-тің шамасында піштірдім. Содан бастап где-то 25-не дейін, где-то емес 25-не дейін шөпте жеген жоқ, жемде жеген жоқ, сүмірейіп жүртте қойды. Кейбір кезде жатты, кейбір кезде жүрді. Бірақ шөп жем жеген жоқ 25-не дейін, сентябрьдің. Сентябрьдің 25 күнінен бастап уже жемді де, шөпті де кәдімгідей жеп жүрді. Яғни түсініп отырғандарыңыздай, менің қолданған піштіру әдісім ешқандай да зияны жоқ, зияны болмайды малға. Сіздер егерде өздеріңіздің малдарыңызды піштіргілеріңіз келетін болса, піштіре берулеріңізге болады. Бүгін уже 19-шы күн, яғни бұл текені серке қылғаныма 19 күн болды. Бұның жұмыртқаларынан уже жаны кетіп қалған. Жұмыртқасының терісі қатқан, яғни сүрленіп қалған. Жаны кетіп, сүрленіп қалған. Где-то 1 айдың ішінде, яғни 30 күннің ішінде бұның жұмыртқасы түсіп қалу керек, кіндік құсап. Бұйырса алдағы уақытта тағы да бұл текенің жағдайын көрсететін болам, яғни процесс қалай болып жатыр көрсететін болам. Достар, бүгін 17 октябрь, текені піштіргеніме уже 25 күн болыпты бүгінмен. Ертең 6 күннен кейін уже 1 ай болады. Текенің жағдайы жақсы, қалтасы түсейін деп тұр уже почти. Қалтасы кеуіп қалған, яғни жұмыртқасы кеуіп қалған. Жаңағы терісінен алынып жатыр. Қарадым. Қазір бұл теке емес, қазір серке. Құйрығын қысып алып тұр бүйтіп. Қышып жүрген жер, жара болып сәл-пәл. Қазір көрсетіп көруге тырысам, егерде көрсететін болса. Қашты ғой. Қазір не істеп көрейік. Мына қораға тығып көрейік жаймен. Не істей ма, көрсете ма, көрсетпей ма қарап.
Қарап көреміз қазір. Қашпа тұр. Қашпа, ештеңе істемеймін. Қорықпай ақ қой. Былайынан ұстап алайық телефонымызды. Кәне, аяғыңды көтер деп былайынан дұрыс көрейік. Короче, міне достар, не істейін, жаймен қиылып жатыр. Дұрыс көрінбей тұр да, мына жерде қараңғы жерде тұр бұл. Кішкене жарыққа шығарайын десем, қашып шанан үлкек кетіп тұр да. Битейін. Мынандай болып қиылып жатыр міне. Артынан тағы бір рет немен көрсетіп көрем, тағы да жақыннан. Ішіндегі тек просто несі қалған жаңағы. Сіңірі ма бірдеңесі бар ғой, жұмыртқасына жалғанатын. Сонысы қалған. Терісі кесілген уже. Бір адам сұрақ қойып еді, жұмыртқасын кесіп алып тастайсың ба деп. Жұмыртқасын кесіп алып тастамаймын, жұмыртқасы өзі түсіп қалады кеуіп. Алдында бас жағында где-то 4-5 күн болғанда деймін. Или бір апта болған кезде мекен шіріген иіс шығып жүрді, кәдімгі өліктің иіс шығып жүрді. Яғни жұмыртқасының жаны кетіп қалғаннан кейін уже сондай болады. Жұмыртқасы полный қатып қалған, кеуіп кеткен. Ертең 5-6 күннен кейін уже түсіп қалады бұйырса. Достар, осындай жағдай міне. Видеоны ары қарата жалғастырамыз. Тағы да 1-2 күннен кейін видеоға түсіретін боламын. Достар, бүгін 20 октябрь. Короче, кеше 19 октябрь күні текеміздің енегі түсіп қалды, міне мынандай болып. Мынау байланған не? Резинкамыз, кәдімгі неге салатын. Резинкамен байладым мынандай қалып. Міне, кеуіп қалған мынау енегі текенің. Қазір бұл мынандай болып кеуіп қалған. Көріп отырғандарыңыздай. Текеміздің енегі 26 күннің ішінде түсті. Примерно 30 күнде түсті. Жалпы ойлап едім. Дұрыс істеген жоқпын ба, дұрыс піштірмедім ау деп ойлап едім. Бірақ барлығы нормально шықты. Бірінші рет піштіргеннен кейін жалпы қорқыныш болды. Бірақ көріп отырғандарыңыздай барлығы нормально, енегі түсіп қалған, міне мынандай болып. Қазір қораң ішінде тұр. Қазір барып қарап көреміз, орны қандай болып қалған. Жарасы біткен ба, бітпеген ба қарап көреміз қазір. Достар, текемізді мынандай қылып ұстап алдым, короче. Жығып қойып отырмын. Енегінің орнын көрсетейін өтім, міне. Енегінің орны мынандай болып қалған, міне. Енегінің орны ештеңе болмаған, міне. Жарасы где-то 2 аптаның ішінде бітіп кететін шығар деп ойлаймын, міне мынандай болған, міне. Ешқандай қанапта тұрған жоқ, ештеңе де болып тұрған жоқ. Барлығы нормально, көріп отырғандарыңыздай. Сосын достар, мен бірінші рет мал піштім. Малды піштіргенде жаңағындай қан шығармай піштіру әдісін қолдандым. Көріп отырғандарыңыздай, түсінгендеріңіздей, өздеріңіз кез келген малды піштіре берулеріңізге болады. Мынау 2 жасар теке. Яғни енегі өте үлкен болып кеткен. Текеміздің жағдайы мынандай. 1-2 айдың ішінде бұл
бұйырса семіреді. Ертең ноябрьдің аяқ жағында, не декабрьдің аяқ жағында бұйырса сойып аламыз. Майлы серке болатын шығар бұйырса. Достар, жағдай осындай, міне түсінгендеріңіздей. Сонымен мен бұл видеоны аяқтағым келіп отыр осы жерден. Егер де менің көрсеткен нәрсем сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басыңыздар. Ұнамаса дизлайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып отырыңыздар, бөлісіп отырыңыздар. Сосын видеоны әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы таратуларыңызды сұраймын достарыңызға, тағы да басқа адамдарға. Мысалы үшін WhatsApp арқылы, Telegram арқылы, немесе Instagram арқылы деген сияқты. Сонымен достар, келесі видеода кездескенше.